Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз түлкі, тасбақа және кене туралы ертегі айтамыз. Ертеде бір түлкі, тасбақа және кене үшеуі дос болыпты. Үшеуі келе жатып бір уыс тары тауып алады екен. Сол тарыны үшеуі бөліспекші болып, әлгі тарыны жерге егіп көбейтіп алайық дейді. Түлкі қулыққа басып, онда мен мына тасты сүйей тұрайын, әйтпесе сендерге құлап кетер дейді. Түлкі жанағы жарды сүйеп көлеңкесіне жатып демалады. Ал тасбақа болса еңбек етіп әлгі тарыны егеді. Егін піскен кезде кене егінді жинауға кіріседі. Олар түлкіні шақырады. Түлкі егінді көріп былай дейді: мына егінді бөліссек үшеумізге қаншадан келер екен дейді. Түлкі тағы да қулыққа басып, жарыс ұйымдастырайық дейді. Кім бірінші болып мәреге келеді, соған егін бұйырсын дейді. Олар келісіп жарыс жолына шығады. Түлкі айтады: 1, 2, 3 деген кезде жүгіреміз дейді. 1, 2, 3 деп үшеуі жарысады. Сол кезде әлгі кене түлкінің аяғына жабысып алады. Әй, сен мені басамысың деп кене сөйдейді. Түлкі айтады: сен қашан жетіп алғансың деп таң қалады. Сен 1, 2, 3 деп алған кезде-ақ мен келіп алғам деп сөйдейді кене. Екеуі дауласып жатқан кезде тасбақа да келеді. Тасбақа айтады: әй, мен сендерге бір сұмдық нәрсе айтайын дейді. Ана жақтан мен бір атты, 2 тазысы бар, 2 бүркіті бар, ат пен адамдар келе жатыр дейді. Сол адамдар сенің досың түлкі қайда? Біз соны іздеп жүрміз, тез тауып бер деп айтты дейді. Түлкі сасқалақтап, қорқып: онда сендер менің бұл жерде екенімді айтпаңдар. Мен сендерге осы егіннің барлығын берейін, мен қашып кетейін деп келісіп қаша жөнеледі түлкі. Жаңағы егілген егін барлығы кене мен тасбақаға қалады. Ал балалар, ертегі сендерге ұнады ма? Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.